Көбінесе мысалы адам бір адамдардың арасында отырған кезде мүмкін Алланы еске алу деген жеңіл болар да. Жеңіл болып, жаңағыдай бір-біріне көмектесер дегендей нәрселер болады енді мысалы. Осы мешіттен бәріміз отырдық та, сол жерде біреу тасбих тартып жатыр, ана жерде біреу Құран оқып жатыр, ана жерде біреу альхамдулилля айтып жатыр. Яғни бір-бірімізге бір көмектесіп сондай не бар. Бірақ жалғыз кезіңде, жалғыз отырған кезіңде, таза өзің қалған кезде Алланы сөйтіп еске алып. Бұл нәрсе мұсылманға өте керек нәрсе. Өйткені бұл сіздің рас бейнеңіз да, Алланы сүйетіндігіңіз да, Алланы еске алуыңыздың. Соқтан міне қараңыз, «Васкур роббака фи нафсика». Ей пайғамбар, Раббыңды еске алған кезде ішіңнен еске ал дейді. Іштен еске алу деген нәрсе әдеті. Тадорруған, жалынған түрде еске ал дейді. Қашан адам жалынған түрде еске алады әрдайым Алланы? Егер біз күнәмізді ойлап жүрген болсақ, біз күнәмізді дұрыс ойламағаннан кейін, уайымдамағаннан кейін, біз сол себепті жалынып еске аламай жүрміз Алла Тағаланы. Өйткені бағана айтып жатырық қой, сенің жүйкең немесе сөккің келген кезде, жазғырғың келсе, сен өзіңді сүйт. Сен мысалы күнә істеп қойдың дегендей, бір күнәні істеп қойдық бағана дейік мысалы. Егер сол күнәні балаң істесе не істер едің? Сабайтын едің мүмкін, әйелің істесе, оны да оңдырмайтын едің мүмкін дегендей нәрселер. Әртүрлі нәрсе болады. Немесе бір бауырың істеп қойса, бір қалай істеген дегендей нәрсе. Айды өзің істеп қойсаң, сен өзіңді сөгесің ба? Неге сөкпейсің сен өзіңді? Неге сен сөгілмейсің? Неге сен өзіңді жазғырмайсың ол үшін? Ал сен өзіңді күнәдан кейін сөкпесең, жазғырмасаң, сен жалынып дұға жасай аламыз емес? Біз жалынып дұға жасай алмаймыз. Ол болмайды, ол анаусыз келмейді ол. Қашан жалынып адам дұға жасайды? Күнәңді уайымдасаң ғана. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзіне айтады Алла Тағала: «Фа'лам аннаху ла илаха иллаллах». Біл, ей пайғамбар, Алладан басқа тәңір жоқ. «Вастағфир ли замбика». Және күнәң үшін кешірім сұра. Және мүмин ерлер мен мүмин әйелдердің күнәлары үшін кешірім сұра дейді. Соқтан кішірею деген нәрсе, құрметті жамағат. Осы нәрсе керек. Күнә деген нәрсені қашан уайымдай бастаймыз? Бізде күнә кәдімгі нәрсе болып қалған негізі. Біз көп уайымдамаймыз. Мына жерде мысалы, мына жерде ғайбат айтып тұрсам, мен мына жақта барып мына кісіге ұрысып жатсам, не нәрсе ол? Не өмір ол? Қандай жан дүние деп атаймыз оны? Мысалы, мына кісімен мысалы ғайбат айтып жатқан кезде қосылдым. Одан кейін мына кісіге келіп, бұл кісінің қатесін жөндеп жатырмын. Көрді? Сосын ана кісіні көремін, қалғалай деймін мысалы. Сонда не бұл? Жан дүниеде не болып жатыр? Бұндай жан дүние Аллаға жалынып дұға жасай ала ма? Жалынып дұға жасай алмайды ол. Егер ол жалынып дұға жасай алмаса, екіншісін қараңыз. Уахифатан, және қорқып дейді. Біз қайтып қорқып дұға жасаймыз онда? Жалынып және қорқып дұға жаса дейді. Қараңыз. Пайғамбардың өзіне пайғамбар болдым деп алданып қалма. Қараңыз қандай нәрсе кетіп жатыр да. Алланың елшісімін деп алданып қалма. Әрбір пайғамбарды сұраймыз біздерден, қауымына қаншалықты жеткізді, қаншалықты тәрбиеледі. Егер пайғамбардың өзіне өз ішіңнен Аллаға жалынып және қорқып, хифатан, өзіңіз ойлаңыз, қауіптеніп, қорқып, осылай сен Алланы еске ал дейді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы дұға, осы аятқа жауап беріп, таң намазынан кейін және ақшам намазының алдында таңғы және кешкі зікірлер деген сүннетін қойып кетті. Ешқашан өмірінде тоқтаған емес ол, өзіңіз ойлаңыз. Бәленбай жыл, қанша жыл өмір сүрді? Сол жыл бойы, сол 60 жасқа келгенше таң намазынан кейін таңғы зікірлер күнде айтылады, ақшам намазының алдында кешкі зікірлер күнде айтылады. Сол кезде осындай дұғалар кетеді, жалынып ішінде. Мысалы, Аллахумма инни ас'алука ал-афва вал-афията фид-дуния вал-ахира. Аллахым, мен сенен кешірімділікпен қарауыңды, амандығыңды сұраймын, дүниеде де, ақыретте де. Аллахым, мені алдымнан да, артымнан да қорғашы. Қараңыз. Ла такилни иля нафси тарфата айн. Аллах Тағала мені өзіме қас қағым сәтке де тапсырмашы. Дұғалар, қандай дұғалар айтылады мысалы? Қорқып, бисмиллахи-лази ла ядурру ма'асмихи шай'ун фил арди ва ла фис сама ва хуа ас-сами'ул алим. Алланың есімімен көктерде де, жерде де еш нәрсе зиян тигізе алмайды. Алла естуші, мысалы.
Соны үш рет айтады. Хасби Аллаху ла илаха иллаху алейхи таваккалту ва хуа раббул аршил азим. Алла маған жеткілікті, одан басқа тәңір жоқ, оған тәуекел еттім, ұлы аршының Раббысы. 7 рет айтады, мысалы айтайық. Сосын субханаллахи ва бихамдихи 2 рет, 100 рет. Міне, күнәдан күнә қалмас үшін. Сосын астағфирулла ва тубу илейхиге 100 рет кіреді. Аллахым кешірім сұраймын, тәубаға келдім, 100 рет айтады. Міне, пайғамбар күнәсіз адам істейді осыны. Міне, қорқуға, осының бәрі жаңа қорыққандығы, осының барлығы жаңағы мынау жалынып атқандығы. Әрбір кеште, таңертең ерінбейміз, анандай кеште айтады. Амсайна ва амсал мулку лиллахи раббил аламин. Осы кеште, мүлікте, бізде әлемдердің Раббысы Аллаға тәнбіз. Аллах Тағалам, осы кештің мен сенен жақсылығын сұрайым. Хойраха ва фатхаха. Маған осы кештің жеңісін бере көрші. Мен жеңейші өзімді де, нәпсімді де осы кеште қанады. Ва насраха. Жәрдемін сұрайым осы түннің мен сенен. Ва нураха. Нұрын сұрайым. Ва баракатаха. Ва худаха. Берекесін, нұрын, тура жолын сұрайым. Ва аузубика мин шарри ма фи хазихи лейла. Осы түннің ішіндегі жамандықтан саған сыйынамын. Және осы түннен кейінгі жамандықтан сыйынамын. Осыны ерінбей. Өзі көп болса, жабыр 25 минуттық па, 20 минуттық, жарты сағаттық жаңағы мысалы дұғалар. Соны айтып отырады осыны. Көрдіңіз бе? Таңертең таң намазынан кейін соны айтады. Кешке жаңағы ақшам намазынан кейін соны айтып отырады. Міне, жалынып жатыр. Жүрек жалынып жатыр. Күніге жалынып жатыр да. Кешеге жалынғаны ол кешеге күндік. Бүгін қайтадан жалынады. Ертең қайтадан жалынады. Ол пайғамбар жалынып жатыр. Не пайғамбарымыз жалынуда қандай жол көрсетіп кеткен да бізге? Мұқтаждық деген нәрсені қалай көрсеткен? Күніге зікір жасауда, таңертең және кешке. Намаздардан бөлек нәрселер бұның өзі.